Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге таңғы асқа 3-4 адам тойып жейтін таңғы ас дайындаймыз. Өте оңай, әрі тез дайын болады. Өзімізге қажетті сармайды ерітіп, табаға салып аламыз. Бізге қажетті заттар осылар. Егер де сармай болмаса, кәдімгі майда қоссаңыздар да бола береді. Кез келген колбаса қолдансаңыздар да болады. Колбасаны салып, сармайдың бетіне үкіштен өткізілген сырдың жартысын саламыз және 3 жұмыртқаны араластырып бетіне құйып жібереміз. Және лаваштың қамырын бетіне жауып, астын қызартамыз. Жай отта қоясыздар, әйтпесем жабысып қалуы мүмкін. Мен өзім қатты қызартып алдым. Жаңағы қалған сырды бетіне салып, дәл осы видеодағыдай пісіріп аласыздар. Өте оңай әрі тойымды. Егер де дәл осы рецепт ұнаса жасап көріңіз және жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Осы видеоға лайк басып, өз пікіріңізді осы видеоның астына жаза кетіңіз. Және менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алуды ұмытпаңыз.